қақсап барады. Сәлем бердік апа. Ой, айналайын, көп жаса шырағым, айналайын. Ой, сағым қалдым ғой сізді. Ой, Фірмай. Қалайсыз? Жақсы. Апау, амансыз ба, жағдайыңыз жақсы ма? Аман. Апау, өзіңіз білесіз, келіндеріңіздің ішіндегі ең мықтысы менмін. Шайды құйған кезде сізге үйге келгенде қоюлатып құйып берем. Етті қазанға салам, астыңызға 4 қабат көрпеше, 2 жастығы бар. Дұрыс. Қара шаңырақтың егесі болып, осы оттың басын, осы әулетті. Ай, болды, жағымпазданып кеттің ғой, бірдеңе сұрағың кеп тұр ғой, айтшы, не? Сұрайын деп едім апа сізден. 20 мың теңге ақша бересіз ба маған қарызға? Ойбай, 20 мың ба? Иә? Ойбай, сол 20 мыңды не істемексің? 20 мыңды білесіз ғой апа, ана артымнан гарнитур келіп еді ғой. Сол гарнитур қазір қисайып құлайын деп тұр. Соның 20 мың теңгеге бір жаңасын алсам ба дедім ғой, көне болып қалды. Анау енді байың Ермекбайдан сұрай салсайшы, мен. Ту апа, Ермекбайдың 6 ай бойы жұмыс жатқан білесіз ғой сіз үйде. Жұмыссыз ол қазір. Ай, сен өзің жұмыс істемесең, Ермекбай жұмыс істемесе, оны қалай қайтармақшысың маған? Кредит алып қайтарам апау. Кредит алып? Иә? Ой, о кредитті мене бірден барып аласыз сенде кредитті қазір менен сұрағанша. Қойыңызшы бұл, қарасаңшы, мына түрмен маған банк қалай кредит береді мына түрмен? Айналайын, ондай болса мен де сенің мына түріңе ақша бере алмаймын. Бере алмаймын. Ойнаса